айтпақшы, Ашырдың Red Moon in the Middle деген әні жаңадан шығайын деп жатыр екен ғой. Қойш, ондай жаңалықтарды біздің газеттерге жазатын болған ба не? Көрсетші. Кім айтты мен газет оқып отыр деп? Жай ғана жауып отыр мәшейін. Ілініп қала береді қайта-қайта. Кешіресіздер. Алло? Қалайсыздар? Жақсы, жақсы. Өздеріңіз? Иә. Той? Барамыз. Отбасымызбен бірге барамыз. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Кешке кімде қандай жоспар? Ой, мен қыздармен киноға барамын деп айтып Бізде кастингқа баруым керекпін мен. алдынан бері айтып Жоспар өзгерді. Кешке Нұрбек нағашыларыңыздың үйінде тойға барамыз. Сен неге айтпадың? Ондай нәрселерді ертерек айтып қоймайсың ба? Той кешке қаншада басталады? 8-де басталады. Қазір сағат қанша болды? 10. Үлгереміз әлі. Үлгересіздер. Қарынып, жуынып, шайынып ана тойға кетің, костюм шалбарын дайындай. Ал сендер не істейсіңдер? Мен де дайындалайын, Дайындал. Я, мен мамам, жеңшеміз сұлық салонына баруымыз керек. Одан кейін тойға киетін киім алуымыз керек. Бізде жұмыс деген өте көп. Ал мен қанатты жаным алып, машинені жөндеуге барайын. Егер машинені бүгін жөндеп үлгерсек, кешке тойға машинамен барамыз? Дұрыс. Өте дұрыс. Маған неменеге қарап отырсыздар? Менің де қолым бос емес. Жұмыстарым көп. Сағат 6-да қызықтаймыз бағдарламасын көрем. Ол да жұмыс қой. Ол кешке ғой. Ал оған дейін не істейсің? Не істегеніз? Не? Білмеймін. Мен білем. Не? Қақа. Үнем осындай бар. Мен де тойға барғым келетін шығар. Дайындалуым керекпін ғой. Осы көйлек қой, На көйлек ұнады бізге. Бағасы қанша болады, айтасыз ба? 100 мың. 100 мың? Дәл осы көйлектің қара түсі бар ма? Бар. Ақ түсі ше? Бар. Андай жоғар жағы ақ болып келіп, төмен жағы қоңыр болып кететін бар ма? Өкінішке орай ондай көйлек жоқ бізде. Туй, маған дәл сондай керек еді ғой. Жарайды, мам жеңеше басқа бутикқа барайық, Рахмет үлкен, сау болыңыз. Адамдар киімді кимес бұрын бағасын қарап алса, осындай ыңғайсыз жағдайлар болмайтын еді. Түсінемін, тұтынушынікі әрқашан дұрыс, бірақ біздің де еңбекті бағаласа жақсы болар еді. Қанат, жаттап ал. Болашақта өз көлігің болған кезде, оны күтіп, таза ұстап, әрдайым жуып жүр. Болды. Себеп ол сенің біраз шаруаңды бітіреді. Міне көрдің ғой, машиненің дөңгелегі босап қалыпты. Сондықтан не істеу керек? Дөңгелегін ауыстыру керек па? Дұрыс айтасың.
Мен қазір келем, соған жер дөңгелекті ауыстырып қой. Болды? Түсіндің ғой? О, Қанат, болдың ба? иә. О, жарайсың. Мәшиненің дөңгелегін ауыстырып қойыпсың. Енді тойға баратын болғандықтан, мәшиненің іші сырты, айнасы жылтырап тұру керек. Ол үшін не істеу керек? Машинаны жуу керек па? Дұрыс айтасың. Мен қазір келем, сен мәшинені жақсылап жуып қой. Келістік па? Қанат, жарайсың. Көлікті жылтыратып, тазалап, жуып қойыпсың. Саған көмектесем деп шаршап қалдым. Керемет. Сен маған сенбе. Жарай ма? Сен бірақ осының бәрін үйрен. Мен сенің қасында үнемі болмаймын ғой. Сүрте бер. Не істеп шаршады екен? Өзім барлығын жасадым. Үлкен болған рахат екен. Жұмсап қойып отыра бересің. Мен қашан өйстіп шаршап жүреді екенмін. Тойға қай костюм шалбарымды кисем екен, Көк костюм шалбарды киюге болмайды. Өткен жолы оны тойға кидім. Ана мектепті бітіру кешінде киген костюм шалбарымды кие салмайын ба? Мәссаған, ол қазір маған сыймайды екен ғой. Айтпақшы, құдалыққа келген костюм шалбарды кие салмайын ба? Неменеге мен ойланып тұрып. Ойбай, оны шара басқа бір құдалыққа беріп жүрмеді ғой. Жарайды, осы көк костюм шалбарымды кие салайын. Осы көк костюм шалбарыма жететін бірде біреу жоқ. Өзің киіп, өзің тоздыр, Бөка. Біздің әулетте қашан той болады екен? Құдай қаласа болады. Мүмкін маралды ұзататын шығармыз, иә? Қайда ұзату? Маған әлі ерте емес пе? Бір жағынан қызым дұрыс айтады. Отырған қыз орын табады деген. Әрине табады. Әсіресе ол қыз сұлулық салонында отырса. Мам, бірінші үлкен ағам Айбек бар емес пе? Соны үйленіп алайықшы. Дұрыс айтады. Бірінші мен үйлену керекпін. Үлкенді сыйлау керек. Айбек, сен мұнда не істеп жүрсің? Ойбай, сіздер не істеп жүрсіздер? Біз тойға дайындалып жүрміз. Вот именно, мен де тойға дайындалып жүрмін. Сен? Мен ыдыстарды жуып қойғам. 2 рет жуып қойғам. Между прочим. Кез келген қыздың арманы ол тұрмыс құру. Бірақ ағамнан аттап қайда барамын? Ой, оның қызы да жоқ шығар. Дәл қазір не ойлап жатыр екен, Үйлену туралы еместігіне сенімдімін бірақ. Кешке тойда жақсылап тамақ ішіп алып, билеп, ойындарға қатысып, приз ұтып алсам керемет болатын еді. Табаншамен пер берсін дегенім ғой. Жазасын алсын, сілімдікте. Қойсай. Енді жазаның басқа да түрлері бар ғой енді. Енді бүйі болмаса, бұлай еңбекпен жазаласайшы. Басқа жұртқа пайда істейсің. Майралар суық салоннан қашан келеді екен, Не болды?
Тамақ ішіп алу керек. Иә. Дұрыс айтасыңдар. Тойға барсаң тойып бар деген. Өзіміз пісіріп алайық. Көке, үшеуміз де тамақ пісіре алмаймыз ғой. Пісіре алмайтын түгі жоқ. Мен ақ пісіріп берем. Тек, Айдос, сендер ана асханаға барып, сен етті тұрақ қой. Қанатжан, сен картошкаларды ашық қой. Жарайды. Түсіндіңдер ме? Барыңдар. Мен қазір барам. жігіттер тоқтай тұрыңдар, бір жұмыс бар еді. Болдыңдар ма? Болып қалды Дайын болды ма? Аздап. Айдос. Ау. Сен ана табаға майды құйып, содан соң етті қуырып, пияз бен сәбізді қуырып кезекпен дайындай беріңдер, мен қазір келем. Жарайды әке. Не деген дәмді тамақ, а? Тамақты істеген соң осылай істеу керек. Аха. Мен болмасам екеуің аш қалайын деп тұрқысыңдар ғой, а? Көке, Ау, алдыңда ағаң болған қандай жақсы деймін да? әрине. Ағасы бардың жағасы бар демекші, ағам арқасында тойып тамақ ішіп отыр. Жеңдер, жең. Қанат. Ана тыстарды жуып тастай сал кейін, Інісі бардың, тінісі бар деген. Әке. Жеңдер, же. Әкесі бардың, Асқар таудай панасы бар деген. Же. Дұрыс айтасың. Оу, қайда жүрсіңдер сендер, а? Сағат болса 5 болды. Той 6-да. Тез 5:30-да шығып кетейік, қыздар. Қазір 5 минут. Жүріңдер, жүріңдер балалар. мен де костюмімді алып. Сендер дайынсыңдар ма? Ой, дайынбыз, Балалар бәріміз келіп кейін алды ма? дайын отырмыз бәрі. Мен қазір. Жарайды, міне қазір біз 5 минуттан шығамыз міне. Ой, сендердің 5 минуттарың. Мен дайым. Ой, бой. Не? Қалай бола ма? Болады. Қалғандар қашан дайын болды екен? Білмеймін. Майра, Ау, шықсаңдаршы тез. міне 5 минутта шығамыз. Тез етіңдер. Дайынмын де. Дайымыз. Көдір бердің бе? Кетсін. Давай. Көтердің бе? Көтерту керек оған, маған бір карта беріп жібересіздер. Рахмет әке. Сіз болмасаңыз, бұл өмірде. Ойбай. Мыналар тіпті тойға баратын адамға ұқсамайды ғой. Бөке, тұрсаңдаршы. Ұйықта қапыз ғой. Асықпайсыздар ғой? Кім айтып жатыр Көке. десеңші, асықпайсыңдар. Жүріңдер бол. Қане,
демалып жүріңдер. Өзі далада кәдімгідей соқ. Шаршадық әбден, ә? Жатып демалайықшы. Негізі той күшті өтті, иә? Иә, күшті өтті. Айбек тілек айтпағанда одан да жақсы өтетін еді. Ал енді Бағила, бүгін бір үйдің келіні болып түсіп отырсың. Саған зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Енді не дейміз енді? Бағила, Әділбек. Атын шатастырып жатырмын. Әділбек, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Енді мына, жалпы Бағила, біз негізі қатты уайымдап едік, сен отырып қаласың ба деп. Сөйле. Енді отырған қыз орын табады деден таптың енді. Мынау енді құтты болсын, тек жақсылыққа болсын. Негізі, мынау Әділбек, мынау орысшалап айтқанда, товар возврату не подлежит дейді. Қайтарып жүрме біздің Бағиланы. Тек саған зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Мынау аспандарың ашық болсын жаңа, дұшпандарың қашық болсын жаңағы. Бағилаға Сосын Айбек билемегенде одан да жақсы болатын еді. мен бармағанда тойларың жақсы өтетін екен, иә? Айбек, бірақ сен бармағанда еске алатындай нәрсе болмайтын еді. Бүгін отбасымызбен күнді керемет өткіздік. Енді осындай той біздің әулетімізде де болса ғой шіркін. Себебі бұл өмірде ең бастысы балаларың мен немерелеріңнің қызығын көру ғой.